мінекей мынаны бірінші мына менің көпшік дейміз ғой, мына қозғалтқыштың көпшіктері, солардың гайкілерін алып тастаймыз 17 болтқа. Одан кейін мына менің подрамниктің нелерін, шпилькаларын біреу, екеу, мына жерде екеу, сосын арт жағында тағы екеу бар. Арт жағында екеу. Үшеу, мына жағында төртіншісі. Осы төртеуін босатамыз. Осы төртеуін босатамыз да, босатқаннан кейін тағы не? Төртеуін босатамыз. Ана коробканы әр жағын мынадай қылып бекітіп қоямыз. Bir нәрсе тіреп қоямыз артына. Кірпіш па бір нәрсе тіреп қоямыз. Коробка өзінің несінде қалады, қалпында қалады. Мынау подрамник төмен қарай түседі. Бұл не үшін керек? Бұл біз мына поддон бар ғой, мына астында поддон. Сол поддонды ағытып отқан кезде мына жерде 20 не бар? Айналдыра. Болттары бар, 20 болт. Сол болтты ағытатын кезде бізге кедергі келтіреді. Мына бір жердегі екеу, подрамниктің тұсында отырмыз. Мына бір жердегі екеу. Сосын артында мынадай защитасы болады. Мына жерде 13 болтқа бекітіледі, мына жерде защитасы болады. Сол защитінің астында тағы да мына жерде біреу, екеу, үшеу, төртеу. Фокус алып тұр, төрт шуруп бар. Осы төрт шуруптың екеуі неде тұрады? Подзащита тұрады. Менің маховикке шаң, балшық шашырамас үшін бетінде защита. Мінекей осылай аламыз. Менің мотордың подушкілердің болттарын, гайкілерін ағытып аламыз. Подрамниктің төрт несін ағытып аламыз. Төмен қарай болт түседі. Мына менің қозғалтқыштың алдыңғы жағында міне тіреуші бар, опорасы өзінің. Және коробканы ар жағынан тіреп қоямыз. Сонда коробка орнында қалады да, төмен қарай түседі. Және поддонды шешіп аламыз. Дәл осылайша тіпті егер менің поршынны кольцаларын, сақиналарын ауыстыратын болсақ, нені шешпей-ақ, моторды шешіп, түсірмей-ақ, осы астынан жинауға болады, осылай ашып. Көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, ұнап жатса лайк басыңыздар, сіздер үшін пайдалы видео түсіруге тырысамын. Алдағы уақыттағы видеоларда кездескенше сау саламат болыңыздар.